Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrmenді бауырым, бүгінгі өтетін тақырып дамир. Дамир деп не осы әріпті айтамыз, осы белгі деп айтсақ та болады. Кейде сөздердің соңында осындай ху немесе хи есімдіктер жалғанады. Бұл жалғауларды дамир деп атаймыз. Егер осы ху әріпі дамир сөздің соңында болып, не мысалға, мааху дегенде сөздің соңында, мына сөздің соңында, мааху деген онымен бірге деген сөз соның соңында келіп тұр. Және сол әріптің алдыңғы әріп, яғни айн харекелі, яғни алдыңғы әріп харекелі болса, яғни дамирдің өзі даммалы болып, алдыңғы әріп харекелі болса, және одан кейінгі әріпте харекелі болса, онда осы ху дамирінен кейін мәт әріпін, яғни вау бар секілді созып оқимыз. Мысалы, мааху ашидда'a. Бұны бұл көрінбейтін вау әріпі вау мұқаддара, яғни жасырын вау деп аталады. Мысалы осындай, яғни не болу керек? Бұл худың, яғни бұл дамирдің үстінде дамма тұрса, және оның алдыңғы және кейінгі әріптері харекелі болса, онда вау мұқаддараны қосып оқиды екенбіз. Яғни жасырын ол, жасырын мәт. Екі әріп көлемде созылады. Жа'алаху дакка қаумуху қала расулуху валлазина раббуху бикалиматин әхладаху кәлла. Яғни кітаптарымызда осындай кішкентай дамма қойып кетеді, мәт қойып кетеді. Бұны созып оқимыз екі әріп көлемінде. Бұл енді яғни даммамен келсе, енді касрамен келсе. Касрамен келсе де дәл сондай, алдыңғы және кейінгі әріптері харекелі болса, және оның өзі касралы болса, онда и жалғап оқимыз. И бар секілді созып оқимыз екі әріп. Бұны да яй мұқаддара деп аталады. Бихи иннаху биядихи уқдату мислихи вадa'у бисихрихи фамаза акутубихи варасулихи. Енді мына жерде соз мәт қойыптық, мына жерде неге қоймадық десе, себебі бұдан кейінгі әріпте хареке жоқ, яғни бұдан кейін сөзде жоқ. Сондықтан варасулих болады. Вакутуби, мына жерде неге бар? Себебі алдыңғы әріп харекелі, одан кейінгі әріпте харекелі. Сондықтан вакутубихи варасулихи, және өзі касралы. Сондықтан қаблихи афала. Түсіндіре алдым деп ойлаймын бұны. Енді келесі хамза. Хамза, бұл белгіні хамза деп атаймыз. Енді бұл хамзаның тіректері алиф, яй және вау әріптері болады. Енді хамзаның жазылуы бірден. Хамзаға сөз басында тірек қызметін алиф атқарады. Сөз басында келсе. Мысалға міне алиф, әкәлә деген сөзде алифтің үстінде хамза тұр және фатқа тұр. Яғни бұл ә деп оқылады. Әкәлә, дамма тұр. Хамза тұр, алифтің үстінде және дамма тұр. Яғни у деп оқылады ол. Уммун. Және алифтің астында хамза тұр және касра тұр. Бұл и деп оқылады. Ибротун бұл. Осындай қысқа нұсқа. Және ары қарай екіншісі жазылу түрін. Хамзаның жазылуының екінші түрі. Хамзаның сөз ортасында және соңында жазылу ерекшеліктері мынадай жағдайда болады дейді. Бұл бірінші жағдай. Егер хамзаның немесе алдыңғы әріптің харекесі касра болса, және хамза яй әріпінен кейін келер болса, хамзаға тірек қызметін яй әріпі көрсетеді, және де бұл әріптің қос нүктесі жазылмайды. Мысалы, яума изин суила. Мысалы осы. Енді екінші түрі. Егер хамзаның немесе алдыңғы әріптің харекесі дамма болса, яғни хамзаның немесе алдыңғы әріптің харекесі дамма болса, тірек ретінде вау жазылады. Дамма болса вау жазылады, касра болса яй жазылады. Мысалы мінеке. Даула. Даула. Яаллифу. Яаллифу. Енді б. Егер хамзаның және алдыңғы әріптің харекесі фатха болса, тірек қызметін алиф атқарады. Алдыңғы әріптің харекеті фатха болса, яғни бәрі түсінікті, яғни дамма болса, вау тірек қызметін атқарады, яй болса, касра болса, яй тірек қызметін атқарады, және екі нүкте жазылмайды оның. Ал егер фатха болса, онда алиф тірек қызметін атқарады. Яғни сол хамзаның астында тұрады деген сөз. Мына мысал алифке. Қараа, саала. Енді бірақ кей уақытта ережеден тыс жағдайда кездеседі. Кей уақытта ережеден тыс жағдайда кездеседі. Мысалы, яқра
Хамзаның харекесі дамма болғанына қарамастан тірек қызметін алиф атқарып тұр. Яғни харекет дамма болғанына қарамастан тірек қызметін алиф атқарып тұр. Бұл сөздің мынадай нұсқасы бар. Яқрау. Егер хамза харекетсіз болып сукундалған жағдайда тірек қызметі алдындағы әріптің харекесіне сәйкес болады. Тағы да, егер хамза харекетсіз болып сукундалған жағдайда тірек қызметі алдындағы әріптің харекесіне сәйкес болады. Мысалы, якулуна, шитта, бисама, юсун. Яғни 3. Егер хамза харекетсіз сукундалған әріптен кейін келетін болса, ешқандай тірексіз өзі жазылады. Сукундалған әріптен кейін келетін болса. Шайун, тасаәлә. Міне осылай ешқандай тірексіз өзі жазылады. Яғни алиф те жоқ, вау да жоқ, яй да жоқ.